бәріңе сәлем, сіздермен ғажайып әлем. Сіз Бразилиядағы Кеймада-Гранди аралы жайлы білетін бе едіңіз? Білмеген болсаңыз, бұл аралда жыландардың көптігі сонша, ол аралға барсаңыз тірі қалуға мүмкіндік жоқ. Бүгін біз осы арал жайлы толығырақ айтамыз. Ғалымдар Бразилияның Кеймада-Гранди аралын біздің ғаламшарымыздың ең қауіпті жері деп атаған. Аралдың қауіптілігі оның аумағын басып алған улы жыландарда болып отыр. Аумағы 430 шаршы метр аралда 4000-нан астам жылан мекендетуде. Бұл рептилиялар өте улы. Бір шаққанына тіндердің бір сәтте жансыздануына барып соқтырады. Ал уы болса денені күйдіріп жібереді. Бразилияның билігі аралға баруға қатаң тыйым салып отыр. Бұл өте қауіпті жылан аралы Бразилияның Сан-Паулу жағалауынан 32 шақырым жерде орналасқан. Көптеген жергілікті тұрғындар оның бар екенін біледі. Кеймада-Грандиге аяқ басып, сол жерден тірі оралған бірнеше адам бар. Аралдың пайда болуының бір теориясы бойынша 11 000 жыл бұрын теңіз деңгейі айтарлықтай көтеріліп, Бразилиядан бір жер бөліп алды. Аралда көптеген бауырмен жорғалаушыларға тамақ ешқашан жетіспейді. Нәтижесінде олардың уы уланып кетті. Судың жанында жыландарды сирек кездестіруге болады. Олар барлық уақытта орманда өткізеді. Бірде балықшы көкжиектен арал тауып, түрлі жемістердің дәмін татып, күн сәулесін түсіруге шешім қабылдады. Ол мұны істей алмады. Ол аралға түскеннен кейін кедейді жыландар шағып алды. Және ол қайыққа әрең жетті. Сонда ол азап шегіп қайтыс болды. Дене қайықтан табылды. Және барлық жерде қан болды. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егерде пайдасын тигізіп ұнаған болса, лайк басып, арнаға жазылып қойыңыздар. Келесі пайдалы видеоларды жүгіріп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал сау.